Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қозғалыс командаларын жоба құруда қолдану. Сабағымыздың оқу мақсаты программалау ойын алаңында ойын құру барысында циклдық алгоритмді жүзеге асыру. Scratch'те жоба құру барысында циклдық алгоритмді құруды үйренесің. Тақырыпқа байланысты сөздікті дәптерімізге жазып алайық. Бүгінгі жобамыздың атауы еңбекқор кірпі. Жобамыздың шарты кірпі алма ағашының аясында жүріп, ағаштан түскен алмаларды жинайды. Жобамызда міндетті түрде фондар және кейіпкерлер қолданылады. Еңбекқор кірпі ойын жобасында біздің фондарымыз дала және алма ағашы. Ал кейіпкерлеріміз кірпі мен алма. Жобада кірпі мен үш алма кейіпкер ретінде. Енді ойын жобасындағы әр кейіпкердің қозғалысын алгоритм түрінде сипаттап алуымыз қажет. Кірпінің қозғалысы. Басы кірпі сахнадан оңға қозғалады. Сахна шетіне тірелсе, кері итеріледі. Кірпі сахнадан оңға қарай қозғалады және кірпінің іс-әрекеті аяқталады. Соңы. Алманың қозғалысы. Алманың қозғалысы басталады. Басы. Алмамыз басында көрінеді және ағаштан белгілеген координатаға, яғни сахна бойында орын ауыстырады. Игрек өсі бойынша төмен қарай түседі. Кірпімен соқтығысса дауыс шығарады. Және жасырынады, жоқ болып кетеді. Соңы. Ал енді балалар, осы жобамызды бірге Scratch бағдарламасында жасап көрейік. Оқушылар, Scratch бағдарламасын іске қосу үшін кез келген браузер көмегімен іздеу жолағына Scratch онлайн деп жазамыз. Және бірінші тұрған Scratch'ті басамыз. Начни создавать батырмасын басамыз. Алдымызда Scratch бағдарламасының терезесі ашылады. Және оқушылар, біздің Scratch бағдарламасының тілі ағылшын тілі болғандықтан үстіңгі жақтағы Scratch сөзінің жанындағы ғаламшар суреті бейнеленген. Осы ғаламшар суретін басу арқылы біз тілімізді қазақ тіліне ауыстырамыз. Алдымызда оқушылар, нұсқаулық ретінде мынандай жасыл терезе ашылады. Оны жабу батырмасы арқылы жабамыз. Спрайты тұр. Бұл біздің қазіргі құратын жобамызға қажет емес. Осы себепті балалар, төменгі жақта спрайт бейнеленген жерде корзина батырмасын басып, мысық спрайтымызды өшіреміз. Және төменгі жақта орналасқан мысықпен бейнеленген дөңгелек батырманы басып, Scratch кітапханасына өзімізге қажетті кейіпкерлерді таңдап аламыз. Мысалғы, жануарлар. Бізге керек кірпі. Кірпіні аламыз. Бұл біздің бірінші кейіпкеріміз. Енді кірпімізге керекті скрипімізді жазып алайық. Ол үшін балалар, біз алгоритмді еске түсірейік. Біздің кірпіміз оңнан солға қарай жүріп тұруы қажет. Ол үшін біз оқиғалар блогынан жасыл туды басқанда батырмасын алып келеміз. Және әр қашан цикл командасын қолданамыз. Және оқушылар, алдыңғы тақырыпта өткен қозғалыс командаларын аламыз. Яғни 10 қадам алға жылжу, әрі қарай шет жаққа барса итерілу батырмасын аламыз. Егерде ол бұрылса, бұрылу стилін таңдаймыз. Енді жасыл туымызды басып, кірпінің әрекетін байқап көрейік. Кірпіміз
жүріп жатыр, иә, оңнан солға қарай. Жақсы, келесі кейіпкеріміз балалар бізде алма. Яғни біз 3 алманы кейіпкер ретінде аламыз. Ол үшін скриптілер кітапханасына барамыз және алманы таңдап аламыз. Алмаға скриптін ерекшелеп аламыз. Міне көк белгішемен ерекшеленіп тұр, иә, оқушылар. Әрі қарай біз оқиғалар блогына барып, жасыл туды басқанда батырмасын алып келеміз. Және көрсету балалар бізде кел бет блогында орналасқан. Әрмен қарай біз оның орналасуын анықтаймыз. Балалар, біздің сахнамыз X және Y өсімен бағытталған. Үстіңгі және төменгі жақ бізде X өсі деп аталынады. Оң және сол жақ бізде Y өсімен бейнеленеді. Біз алдыңғы сабақта өткенімізде қозғалыс блогынан X, Y-ге өту батырмасын аламыз. Яғни бірінші минус 14 болады X-іміз. X-іміз минус 14 болады, ал Y-іміз 208 болады. Жақсы, әрі қарай оқушылар, әрқашан циклын басқару блогынан аламыз. Басқару блогынан біз күтуді аламыз. Яғни біз алмамыз күтіп тұрады, иә? Оны 3 секунд деп өзгертіп алсақ болады. Жақсы, әрі қарай оқушылар, біз кірпі дегенге тиетін болса алмамыз, ол бізде жоғалып кетуі қажет. Яғни біз келбет блогынан балалар жоғалып кету, яғни жасырыну батырмасын аламыз. Сенсорлар блогынан балалар біз тиіп тұру батырмасын аламыз. Біздің алмамыз балалар кірпіге тиген уақытта ол жасырынып қалады. Ал егер де ол оған тимейтін болса балалар, онда біздің алмамыз өзінің орналасуын өзгертеді. Яғни Y өсі бойынша ол жоғалып кетеді. Y-імізді біз балалар минус 10-ға өзгертеміз. Минус 10. Енді балалар өзіміздің алма скриптімізді қосып көрейік. Енді оқушылар, әрі қарай біз келесі алмаларымызды енгіземіз, яғни келесі 2 кейіпкерімізді енгіземіз. Ол үшін спрайттар бөліміне барамыз, тағы алманы таңдаймыз және келесі алмамызды да таңдап аламыз. Балалар, енді біз кейіпкерлерімізден өзге фондарды да жасауымыз қажет. Ол үшін бізде төменгі жақта орналасқан фондар бөлімінің астыңғы жағындағы суретті басамыз. Осы арқылы біз Scratch кітапханасындағы фондарды таңдай алатын боламыз. Бізге дала керек, және ағаш керек. Ағашты алып аламыз, міне оқушылар. Ағашымыз дайын. Енді балалар, бізде төменгі жақта алмамыздың орналасқан жері X және Y өсі бойынша көрініп тұр. Бірінші алмамыз бізде минус 14 пен 83. Бұл алмамыздың бастапқы орналасқан жері. Енді балалар, осы скрипттеріміздің бәрін көшірмесін жасау арқылы келесі спрайттарымыздың ішіне орналастырсақ болады. Оқушылар, енді бүгінгі тақырыбымызды бекіту мақсатында кірпінің қозғалысын сөздік алгоритм түрінде ретімен орналастырайық. Жарайсың. Бүгінгі сабағымызға рефлексия жасайық. Балалар, бүгінгі сабағымызда біз не білетін едік? Не үйрендің? Және не білгің келеді?